Ümbetim деген Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümbetine dua etкен бе. Assalamu alaikum dostlar, бүгін Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümbetine dua etкен бе тақырыбын айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдірді ұмытпаңыздар. Алла елшісі ақыретке дейінгі мұсылман үмбетінің барлығы үшін дұға етіп, жалбарынатын. Түнгі тәтті ұйқысын бұзып, жылы төсегінен тұрып, таң атқанға дейін үмбеті үшін Алла тағалаға жалбарынып дұға тілейтін. Бір күні пайғамбарымыз екі қолын жайып, Алла тағалам үмбетімді қорға, үмбетіме мейірімді бол деп дұға тілеп отырғанда, Алла тағала Жәбірейілге: ей Жәбірейіл, шындығында Раббың барлық нәрсені білуші, сен барып Мұхаммедтің не үшін жылап отырғанын сұра дейді. Жәбірейіл келіп жылауының себебін сұрағанда Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам оған үмбеті үшін жылағанын айтты. Жәбірейіл Алланың құзырына барып Расулалланың сөзін жеткізді. Сонда Алла тағала: ей Жәбірейіл, Мұхаммедке бар да мынаны айт, біз сені үмбетің жайлы қуандырамыз, еш ренжітпейміз деп хабар жеткіздірді. Расулалланың да қалауы осы болатын. Айша анамыз былай дейді: бірде көңілді күйін көріп, уа Расулалла, мен үшін дұға тілейсің бе дедім. Ол: Алла тағалам Айшаның өткен және келер жасырын және жария күнәләрін кешіре гөр деді. Айша радиаллаху анха бұған қатты қуанды. Сонда Расулалла саллаллаху алейхи уассалам Айшаға: бұл дұғам сені қуантты ма? Алланың атымен ант етейін, шындығында бұл дұғаны үмбетім үшін әр намазда оқимын деген. Барша пайғамбарларға жауапсыз қалдырылмайтын бір дұға нәсіп етілген. Алайда олар дұғаларын дүниеде қолданды. Ал Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дұғасын ақыретке қалдырды. Ақыретте үмбетінің қиын сәтінде шапағат ету үшін сақтады. Достар, осымен ақпаратымыз өз соңына жетті. Сіздерге ұнады әрі пайдалы болды деген үміттемін. Тіркеліп лайк басып, қолдау білдіріп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.